Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең оңай торттың рецептін ұсынатын боламын. Ол шынымен де өте оңай жасалады, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен торттың қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге ыдысқа, яғни ұн саламыз. Және де мұздатқыштан шыққан сары майды осы ұнға ауната отырып, күштен өткіземіз. Сары май салқын болу керек. Сары май жұмсақ болса, ол май еріп кетуі мүмкін. Және де қамырымыз шықпай қалуы мүмкін. Содан соң осылай қолымызбен үгітіп аламыз. Бізде үгітілмелі ұнтақ шығу керек. Және де үстіне қант салып, тағы да қолымызбен араластырамыз. Міне бізде осындай ұнтақ шықты. Енді табаны қыздырамыз, және де ешқандай май құймаймыз. Құрғақ табаға барлық ұнтақты салып араластыратын боламыз. Араластыра отырып, қызарғанша қуырып аламыз. Міне ұнтағымыз көріп тұрғандарыңыздай осылай қызару керек. Және де ішінде түйіршіктер қалған жағдайда үстінен басып үгітілмелі ұнтақ жасауға болады. Міне қамырымыз дайын, енді кремін жасаймыз. Кремін дайындау үшін бізге жұмсақ сары май қажет, және де сгущенка керек. Екеуі де бөлме температурасында болуы керек. Ең алдымен жұмсақ сары майды миксермен 2 минуттай араластырып аламыз. Ол кішкене түсі өзгеріп ағару керек. Содан соң үстіне сгущенка құйып, тағы да араластырамыз. Міне біздің креміміз осындай қою, қоймалжың болуы керек. Енді кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Форманың астына ең бірінші ұнтағымызды саламыз. Үстіне осылай етіп кремімізді жабып шығамыз. Яғни целлофанға салып, сығып алған жақсы кремді. Міне біздің тортымыз да дайын болды. Үстін осылай шоколадпен әсемдесеңіз де болады, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді осы тортты тоңазытқышқа 1-2 сағатқа ұстау керек. Тортымыз өте әдемі, дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет айтамын. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.